Ауылдағы ағайынның басты кәсібі мал шаруашылығы, сиыр сауып, қой бағып, жылқы қайырып жүрген азаматтар, нағыз еңбек адамдары. Ал бүгінде облыс бойынша мал шаруашылығы, яғни санын арттыру бойынша тиімді жұмыстар қолға алынған. Әр округте ветеринариялық пункттер салынып, мал дәрігері қызметінің қажеттілігі артуда. Арма әлеумет бұл сөзбен хабары. Жүргізушісімен Қанат Күзберген, біз Талас ауданындамыз. Біз дәл қазір Аққұм ауылдық округіне бара жатырмыз. Әдеттегідей ауылдық округте атқарылып жатқан жұмыстармен жергілікті халықты тыңдайтын боламыз. Ауылдың тіршілігі жақсы, жаман емес. Газ, ауыз су, газ бар, ауыз су бар. Ауылдың жағдайы бес, халықтың емес, ауылдың. Өкімет істеп берген жағдай бар бес. Үйлер бар, неміз бар, бәрі бар ауылда. Бар, газ бар, свет бар, су бар. Барлығы бар. Бір-екі жерге не барады, жол жерді, соны айттық. Қай жерге? Мынау, жетті деген жетті бар. Ауылда барлығы 6 көше бар. Олардың барлығы асфальттанып, жарықтандырылған. Тек ауыл ішіндегі көшелерді байланыстыратын өткелдерге асфальт төселмеген. Алайда округ әкімінің айтуынша бұл жұмыстар да көп ұзамай шешімін таппақ. Осы биылға жылға қалып кеткен 3 көше бойынша, бұрылыс көшелері қалып кеткен асфальт бойынша. Олар биылғы жылдың осы алдағы шілде, тамыз айларында жұмыс басталады. Жылдың аяғына шейін аяқталады. Қазіргі таңда мұнда 1500-ге жоқ адам тұрады. Ауыл тұрғындарының негізгі күнкөріс көзі ауыл шаруашылығы. Жергілікті жұртшылық мал бағумен айналысып тіршілік етеді. Алайда төрт түлікке қарайтын халық үшін маңызды саналатын ветеринариялық пункттің ғимараты апатты жағдайда тұр. Мал ұстаймыз, бесендегі малымыз бар. Сонымен жан сақтау отыр. Мынау пет пунктымыз сәл нашарлау болып тұр. Жан-жағы фундамент бәрі құлай деп тұр. Биік сәл жарамсыздау болып тұр. Қыста мына прогрессіміз отырмайды. Соған енді бір жағдай болса, жағдай жасалса. Сынып үшін жарылып кетті олар. Бір жылда. 1-2 жыл болды ғой. Кірген жылы ғана нормальный болып тұрды, одан кейін осындай болды. Мамандардың сөзінше ғимарат 2020 жылы аудандық бюджет есебінен салынып, 2022 жылы пайдалануға берілген. Алайда бір жылдан кейін-ақ сапасы салынған нысанда жарықтар пайда болып, құрылысы сын көтермеген. Округ әкімінің сөзінше қазіргі таңда тиісті жұмыстар жасалып жатыр. Аудандық ветеринарлық бөлім басшысымен кездесіп, сұрадым жағдайды не болып жатқандығын. Қазіргі таңда кезінде сапасы соғылғандықтан, сор жерге соғылған ветеринарлық пункт. Сөйткенде қазір сор көтеріліп, не істеп жатыр? Стеналары жарылып, авариялық жағдайда тұр. Сол себепті оны қазіргі таңда аудандық ветеринарлық бөлімі несін жарамсыз деп танып, құжаттарын рәсімдеп жатыр. Құжаттарды толық рәсімделіп, қолдау тапқаннан кейін облыстық ветеринарлық бөлімшесіне ұсынылып, сояқтың қолдауымен алдағы уақытта қайта жаңа ветеринарлық пункт соғуға жоспар жұмыс жасап жатыр. Айта кетейік, ғимарат 2024 жылы облыстық ветеринария басқармасының теңгеріміне өткен. Бағдарлама барысында апатты жағдайда тұрған нысанның жай-күйін білмекке облыстық ветеринариялық станция басшылығына жүгіндік. Мамандардың айтуынша қазіргі таңда ғимаратта аудандық ветеринария бөлімінің теңгеріміне қайта өткізу жұмыстары жүргізілуде. Егер 2026 жылы облыс бойынша жоспарланған 30 ветеринариялық пункттің құрылысы жүзеге асса, олардың бірі Аққұм ауылында бой көтеруі мүмкін. Алайда бұл мәселе әзірге нақты шешімін таппаған дейді жауаптылар. Именно Талас ауданында қазір салынып жатқан 6 ветеринариялық пункт бар, 6 округта. Келесі жылы 30 пункт салынса, осы Аққұмда қайтадан салу мүмкін. Мүмкін ба? Нақты емес бе? Нақты емес. Бақандық емес. Мүмкін. Апатты күйде болған, иә. Қалай қабылдап алдыңыздар? Не үшін себебі баланстан балансқа өткеннен кейін, ол кезде менің алдымдағы басшылық қабылдап алған. Қазіргі таңда аталған ғимаратта 9 қызметкер еңбек етуде. Олар қыс түскенге дейін жаңа қауіпсіз нысанға көше алмай қаламыз ба деп алаңдаулы. Ішін бәрі жарылып, отыра алмай жатыр ішінде. Төбесінде ыстық ұрады, қыста вообще бұяққа кіре алмаймыз. Қысқа дейін көреміз, кіргізуге тырысамыз, себебі жұмыс істеу керек қой. Ана апатты жағдайда болғаннан басқа біз акиматқа бір жерден орын тауып беруге тырысамыз. Спортшкол бізге басқа жаңа спортшкол беруге. Қазір неге сай
керек. Заман талабына сай. Иә, заман талабына сай керек. Енді бұл да негізінде спорт школаға арналған здание емес негізінде. Просто ауылдар өздері неғылып елден қалмайық деп сол неге ана бостандықта пенсия ашып кетті бастаған. Сол кісі әйтеуір школаны қалдырып кетпей кіргізген ғой осыны ауыл осыдан. Вот спорт школ бар, бірақ енді шағын да. Спорт школ керек негізі ауыл. Ауыл тұрғындары тарапынан негізінде ұсыныс бар. Осы неге осы спорт нөмірі 34-ші бала жасөспірімдер мектебінің бастығына ұсыныс енгізілген. Алдағы уақытта қолдау тауып жатса спорт бөлімі соғылады деген жоспарлар бар. Оны нақты білмедім. Сонымен қатар дәл осы нөмірі 34-ші балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің спорттық алаңының да тозығы жеткен. Жасанды жабыны қопарылып, алаңның беті ой-шұқырға айналған. Ауылдық округ әкімінің айтуынша, өткен жылы алаңға жөндеу жұмыстары жүргізілген. Ол жер бір рет жамау жөндеу жұмыстары жүргізілді. Енді алдағы уақытта ескілігіне байланысты толық ауыстырады деген, газон ауыстырады деген жоспарларында. Сол кісілердің жоспарында ғой енді. Олар енді облыстық бюджетке қарайды. Қай уақытта қолдау табады, сол уақытта істейміз деп отыр. Осы былтырғы жылға сол кезде олардың несі қазіргі таңда толық ауыстыруға мүмкіндігі жоқ. Қазірге жауап береміз деді. Сөйтіп жауап берді жылдың аяғына дейін былтыр. Биылға бірақ шыдамады, тағы да кетті. Енді биыл алдағы уақытта ол жамау жұмыстарына келмейді ау. Түгел ауыстырмаса. Айтылып жатыр ғой, енді оны енді ол облысқа қарайтын мекеме болғаннан кейін бюджетке қарайды ғой енді. Бюджеттері қалай болады сол кезде нақты жауап жоқ қой онда. Нақты жауап жоқ, аха. Айта кетейік, Ақылбек Жанбайбеков лауазымды қызметке 1,5 ай бұрын ғана тағайындалған. Округ әкімі қысқа мерзім ішінде атқарған жұмыстарын жіпке тізді. Жастар саябағын жаңа кейіпке енгізіп, жаңа жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Бушат жасалды, 9 миллион қаржы жұмсалды оған. Одан кейінгі ауыл сыртындағы полигон дейміз ғой, жаңа қатты қалдырып төгетін орын. Оның сыртқы несін ауласына төгілгенін барлықтарын жиып, сүріп, бәрін тазалап, ішкі бетке кіргізіп, жүк көліктерінің кіріп шығуына ыңғайлы жол ашып, жүргізушілерге кіріп шыққанға ішін бәрін жолын ашып, тазалап, ояқты ретке келтірдік полигонды. Одан кейінгі бізде не дейді? Қауіпті аймақтар болады ғой. Осы қауіпті аймақтар бойынша бізде бір ауылдан көшіп кеткен тұрғын бар еді. Соның алдындағы времянкасы ескіріп, құлап, артқы стенасы қауіпті аймаққа саналатын. Көрші қоландар бар, балалары бар. Сол үшін солардың егелерін тауып, олардың телефонын алып, сөйлесіп, рұқсатын алып, оны барып жүк көлігімен яғни погрузчик дейміз ғой жағы. Сонымен барып, ол қауіпті аймақты жойып, оны ретке келтірдік. Одан кейін мынау жасыл белдеу дейміз, талдарақтарды, Креберский ауылдағы егілген талдарақтар. Сол жердегі талдарақтарды суарып, шөбін шауып, тау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінгі шығарылым Ақкөл ауылдық округі жайлы болды. Халықты толғандырған мәселелерді жауаптарға жеткізіп, шенділердің уәдесін алды.